будандастырудың бұтаққа жанынан тіліп орналастыру, боковой зарез деген. Міне осындай болады. Қазір көрсетем. Жанынан осылай тілеміз. Тілген жердің үстінен қазір осы жерден қиямыз. Міне көрдіңіз ба? Міне қидық. Енді осыған бұтағымызды, қаламшамызды орналастырамыз. Міне осылай орналасады қаламшамыз. Мына сыртқы қабығымен қондырып атқан бұтақпен қаламшамыздың екеуінің сыртқы қабығы бір-біріне дәл келсе, соғырлым тез бітіп кетеді. Міне боковой зарез деген осындай болады. Осыны енді қазір осылай қысып байлаймыз. Мына шетіне ранет жағамыз. Күйіп қалмас үшін фольга мен ораймыз.